Сәлем достар, бүгінгі сабақта біздер бірінші өткен сабақтағы өзгерістерді сохранить етейік, коммит жасап. Не істедік? Бірінші App.js-ті ашсақ, ояқта қатты үлкен болып кетті. Давайте көрейік. Ең басты жасаған нәрсеміз ол файлды юзердің ID-сі арқылы сақтау. Яғни әр юзердің өзінің JSON файлы болады, месседждермен. Соны жасадық. Ендігі сабақта, слишком үлкен. Так, оны біз на жерде get user file name арқылы жасадық, да? Чтобы на жерге user ID қою үшін. В принципе, сол арқылы біз уже каждый адамға өзінің файлын создавать еттік. Енді біз не істейміз? Давайте сохранить етейік. Так, git add a. Менде мынау стилистика өзгерісі болған App.js-те, именно жақта көбінесе өзгерген. Яғни барлық өзгерістер тек сервиста болды деп айтуға болады. Git commit save messages by user ID. Так, енді біз не істейміз? В первую очередь мен тағы да рефакторинг жасаған келеді. Естеріңізде болса, рефакторинг деген ол негізгі логиканы өзгертпей, ішіндегі дизайнды, кодтың дизайнын өзгерту. Бұл рефакторинг мен мынаны write file дегенді бір бөлек функцияға шығарым келеді. Неге? Себебі бұл low level кодды файл системмен напрямую взаимодействие жасаватыр. Оны мен не істейм келеді? Бір функция создавать етем. Ол чисто user ID-ны береміз и жаңағы messages-ті береміз. Ол өзі сол арқылы сол бүкіл месседждерді сохранить етеді. Так, function save user messages. Так, қалайды. Да, user ID и messages. И получается мен просто мынаны берем. Сол кезде мана біз коммент қалдырдық қой былай, save data into file name file деп. Бұл уже керек емес, да? Почему? Потому что save user messages деген функцияны аты өзі айтып тұр, да, не істейді екен. Это называется clean code, да? Когда біздің функциялардың аттары не істейді екен айтып тұрады. Бұл намного упрощает сам код. Енді мына жерде біз мынаны алып тастаған орнына енді wait save user messages data.sender ID. Мына жерде мынау sender ID-ні орнына мынаны қолдану керек, мына user ID-ні, да? И мына жерде получается data sender ID жібереміз, мына жаққа user ID келу үшін. И messages-ті жібереміз. Messages-ті мен мына жақта новый push жасап алған едік. Так, окей. Енді бұл жұмыс жасайма көрейік. Менде history-ді мына жақта мұндай не бар, бірақ бұл жақта көп нәрсе жібергенмін. Давайте пока удалим это. Ну, хотя давайте бұрынғы информациямен жұмыс жасайма екен деген сияқты. Мен соңғы сообщение мысалы А болды. Сол енді өзгеру керек қазір. А емес, басқа қосылу керек. Так, no daemon. Мына жаққа давайте QWE save дейді. Көрейік, соңғысы QWE. Вот. То есть біздің вообще кодымыздың өз өзгергенімен
дизайны өзгергенмен кодтың, бірақ ол не істейді вообще өзгерген жоқ та, результат один и тот же. То есть дәл сол файлға сообщениялар қосып жатыр, точно так же жұмыс жасап жатыр. Сол рефакторинг деп аталады, когда біз кодты ғана өзгертеміз, кодты ғана улучшать етеміз. Енді біз заморачиваться етпейміз да, fs-ті шақырып, оның ішіне мынаны қолданып, оның ішіне user ID беріп, мынаны stringify, егер тағы да бір user message'ті сохранить ету керек болса, біз просто мына функцияны шақырамыз да. То есть это упрощает код. Мына функцияны вообще түсіну өте оңай болды да енді бізге. Түсініп отырсыңдар ма? Так, окей. Енді давайте мынаны сохранить етейік енді. Git add -a, git commit -m, refactor, save user messages. Так, енді кезекте істейтін нәрсе ол давайте біз енді әр сообщениені, мысалға біз любой сообщение жіберсек, бәрін, короче, бізге сейв жасап жатыр да, сейв жасап жатыр да. Но давайте сделаем так, тек қана note деген кезде, мысалы бүйтеміз ғой, note, ну, команда деген нәрсе бар ғой, телеграмда, знаете, да, что боттардың командалары бар. Соны жазған кезде ғана сохранить етсін. То есть именно осы командаға реагировать етсін. Так, оны қалай жасайды? Мына app.js-ның ішіне біз bot.on комменттің аты note болсын, и жаңағы функция біздің, по сути, мынау. Так, енді бірақ мынаяқта обычный ненің орнына давайте біз бүйтеміз. То есть бізге басқа бір сообщение жіберсе, ол команда болмаса, жоқ, мынаны просто алып тастасақ болады, по идее. Так, алып тастайық. Обычный сообщенияларға реагировать етпейміз. Message дейді. Это что за фигня? Message, telegraph filters. Да, кереміз. Так, осы жұмыс жасау керек. Коммент өте осылай жұмыс жасайды. Прям қараған жоқпын. Көрейік, осылай өте жұмыс жасау керек. Егер болмаса документацияға секіреміз. Дейміз. Понимаете, да? Уже не реагирует. Енді давайте no дейік, и тағы да бірінші жазайық. Не реагирует. То есть біз мынаяқта note деп жаздық қой. Енді note дегенге реагировать ете ма? Все, save it. Көрдіңдер ма? Note деген кезде реагировать етеді. Енді көрейік, не сохранить. Note asdfggb дейді. Енді бұл проблема, да? Почему? Потому что note деген бізге керек емес та, осы часть. То есть мынаны бізге алып тастау керек. Енді давайте бір тағы да эксперимент жасайық. Енді note-та соңына қойып көрейікші, бүйтеміз, сосын note дейміз. Бұны уже сейв жасамайды. То есть note обязательно басында болу керек, сол кезде ғана сохранить етеді. Біз сол информация қолдана аламыз, да? Енді сол note деген сөзді алып тастау керек, месседжді сохранить ететін кезде. Енді біз текст берудің орнына тупо біз команданы алып тастау керекпіз да, note деген команда. Мынақа давайте const note command дейік, и ол былай болады. Command text дейік. Ол note болады. Ну, сол кезде біз егер note деген сөз емес, басқа сөз қолданамыз десек, мынаяқтағаны өзгертеміз, да? Потому что қазір көресіңдер, басқа жерлерде де керек болады. Note command тексті бірінші рет қолданамыз деген ғой. Енді бізге мынаяқта context, ctx деген context деген сөздің қысқасы ғой. Context message from ID. То есть ID кім бізге жіберді, соның ID-шкісі бар. И context message text деген бар, да? Тексті енді просто note дегенді тауып, соны алып тастау керек, да, бізге. Оны қалай жасаймыз? Былай жасалады. Сервистің ішіне бір новый функция қосайық. Async керек емес.
function remove comment from text дейік. Comment text comment дейік, мына текст дейік. То есть мына тексттің ішінен осы сөзді комментті алып тастау керек. Так, енді қалу text.split. Неге split? Себебі текст деген ол string қой. Split десек ол не жасайды? Ол ішіне береміз, қандай сөзге нету керек екен. Так, мынаны егер as string десек, көрсетеді документациясын. Блин, TypeScript-пен шатастыра беремін. TypeScript болғанда көрсетуге болатын еді. Так, қалай еді, ё-моё. Мына в общем, не береміз? Команд қай қарайды? Мына қада. Команд. Осы сөзді тауып алады да, и array жасайды содан. То есть, екіге бөліп тастайды нені. Давайте просто осыны аламыз да, console.log. И осыны шығарайық. Не болады екен? То есть, мен мынандай сөзді тауып ал деймін да, бөліп тастайды деймін. Split деген бөлу деген сөз. Осының результаты не болады екен? Бірінші көреміз. И осыны давайте экспорт жасайық. Remove command from text. И мына жақта шақырайық. Ол үшін мына жақта не жасау керекпіз? Импорт жасау керекпіз. Remove command from text. Remove command from text. И мынаны беру керек бізге. И еще мынаны беру керек. Команданың өзін беру керек. То есть мынаны. Node command text. Так, енді осыны шақырдайық. Node. Көрейік не шығарған. Так, пустой текст и RTYU дейді. И мына жақта пробел тұр еще. Енді что это означает? Ол, короче, мына тексті бар ғой. Node RTYU дегенді. RTYU. Сонаяқтан мына нені іздейді? Мына стрингті іздейді. Ол стринг не? Слэш и не, node деген сөз да. Node, no, variable ғой. Node деген сөз. То есть, как будто былай да, по сути. Былай айтсақ та болады. Міне, мынау сөзді іздейді, в общем. И соны табады да, соны екіге бөледі. То есть, node деген сөзді алып тастайды да, сол стрингті екіге бөледі. Мына жақта визуально көрсетейік. Так, давайте мынаны скопируем. Міне, осыны алды да, ол мынаны табады. Ол не? Ол мынау да. То есть, осыны выделять етті да. И осыны алды да, бөліп тастайды. Бөліп тастаған кезде, мына сол жағында не қалды? Пустой текст қалды да. Оң жағында не қалды? Мынау қалды. Давайте мен сендерге еще прикол көрсетем. Node A, Node B, Node C десем. И давайте сразу Node деймін мына жерде. Жабыстырып. Save. Енді текст қандай болды? Node A, Node B, Node C, Node A болды. A, B, C, A. Көрдіңдер ма? Мына жақта еще пробелдер бар. Почему? Потому что Node пен алдында и артында A-ның екі жағында пробелдер тұр. Сол үшін Node-ды алып тастаған кезде пробелдер қалып қояды. То есть Node-ның орнына ол айтады да, Node тұрған жерде, это значит сол стринг бітеді и келесі стринг басталады. Сол үшін сплит сондай нәрсе жасайды. То есть ол стрингтан, бір стрингтардың массивін жасайды. Ну, надеюсь, понятно түсіндірдім. Если что, чатта сұрасыңдар. Так, енді осы информацияны қолданып, біз знаем, что мына жерде просто node split
тек қана ноутты қолдансақ, онда не канает, еще пробелді алып тастау керек бізге, да? То есть пробел здесь тоже вставляем. Сол кезде мана бізде сплит жасағанда мына жақта пробелмен жасады ғой. Енді дәл соны жіберсем қазір. Уже мына жақта мана пробелмен болып еді, уже пробел жоқ та. То есть мен еще пробелді учитывать етдім, да, короче. Пробелді де алып тастады деп жатырмын. Енді біз знаем, что на массивта, мне на массивта у нас есть два элемента. Пустой string и кәдімгі біздің сообщение. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать все сообщения, все элементы массива взять, кроме первого, да? Первый пустой. Ну, даже так. Нет, давайте просто для простоты сделаем просто так. Просто первый элемент возьмем. То есть это второй элемент. Хотя посложим сделать, ладно. Просто первый элемент возьмем, и сол кезде бізге не болады екен? Қараңдар. Просто ERT-ге шықты, да? Енді console log'тың орнына просто return дейміз. И мынаны все. Так, енді қараңдар. Мана біз мындай қылып сохранить еттік та, node ERT. Енді біз аламыз да. Уже былай сохранить еттік. Хотя node деп жаздық. Но егер node емес просто былай жазсақ, онда сохранить етпейді. Почему? Потому что біз команд дегенді қолдандық, так? Именно команд болу керек. Message алып салып. Так. Окей, соны жасадық. Енді мынандай имплементацияның, осындай решениенің бір проблемасы бар. Қандай? Егер біз node, мысалға айтайық, мындай node қалдырып жатырмын. Если написать... То есть мен өзіме заметка қалдырып жатырмын, скажем, да? Осы node деп жазамын ол басында. И потом мен заметкам басталады. Если написать node, то этот бот сохранит это сообщение деп өзім үшін бір нәрсе қалдырып жатсам, ол сохранить етеді. Бірақ қалай сохранить етеді? Проблема в том, что ол если написать дейді да, пробел дейді да, тоқтап қалды. Неге? Почему? Потому что пробел деген node деген сөз басталды. То есть в этом сплиттан кейін неше элемент болады? Пустой string, сосын на string, сосын тағы да пустой string. Так, дұрыс емес. Пустой string емес. Мынау пустой string болады, сол жағында ештеңе жоқ қой. Сосын на string болады, на жерге дейін. И потом на string болады, да? Егер наглядно көрсеткіміз келсе, чтобы проблему поняли. Сплит алсақ. Так, енді мына сообщениені просто копия бар ма? Міне қараңдар, сплит жасаған кезде мына бірінші ноуттың сол жағында ештеңе жоқ, сондықтан пустой string. Сол бірінші ноуттың оң жағында если написать деген и пробел. Сосын келесі ноуттың мына ноуттың оң жағында не бар, соны қойғанда, то этот бот сохранит это сообщение деген. Сол үшін біз мына жақта бір деп тұрық қой. Return text split осы массивтің бірінші элементі дейді. А бірінші элементі не? Ол 0, 1, 2, да? 0, 1, 2 деген индекстер бар. И бірінші индекс не? 0, 1, значит 0, да? Осыны қайтарды да? Если написать деген. Сол үшін мына жерде если написать деп тұр, да? Соны сохранить етті тек қана.
Но это не в тему, да? Почему? Потому что мы же хотим все сообщения сохранять. Но просто человек өзінің сообщениесінде хочет написать ноут деп. Это не в тему, то, что ол алды да и сол нәрсені алып тастады. Как это решить? Жаңа сол ғой сложный метод деп айтып отқан, соны хотел сразу учесть. Но былай бөлек түсіндірген легче будет. Так, енді оны қалай жасауға болады? Так, давайте бүйтіп айтамыз. Const splitted tick мынаған тең. Мынау что визуально бізге көмектессін. Console log splitted. То есть жаңағы массивті нетеміз. Манағы решение былай болды да. Splitted 1 болды да. Так, оны жайлаптан өзгертейік. Енді бір не істегіміз келеді? Біз айтамыз splitted точка так, қазір бар. Как называется? Ой-ой-ой-ой. Казар, давайте прогуглю быстро. Sub-array in JS. Как называется? Sub-array. Sub-array money. Slice, го? Slice. Slice. И надо указать начало и конец, да? То есть, slice деген не андай метод, который позволяет sub-array. Мысалға мен маяқта айтсам, мысалы бірден екіге дейін десем, ол тек қана бірінші индекстан екінші индекске дейін алады да. Но если я только указываю только одно число, то осы первый индекстан до конца деген сөз ғой, короче. Но если укажу конец, например, 5, например, ол солғанға дейін жасайды, мысалы, міне string. Slice это что, string-тікі ма не? Sub-array, что ли, тогда? Осылай. Sub-array, вот. Slice деген это string-тікі екен ғой, но string емес қой, но array ғой. Так, енді осыны алсақ, енді console.log const sub-array. Ой. Sub-array деген подмассив деген сөз ғой, орысша. Так, енді осыны көрейік. Әлі splitted 1-ді қайтарып отақ, но просто чтобы console log арқылы понимать, біз вообще дұрыс жасап отырық па, жоқ па. Но біздің антитест, да? Контртест, который біздің не багты көрсететін тестовый input. Так, sub-array деген понятие жоқ деп айтып жатыр маған. Что это означает? Это означает, что sub-array деген жоқ. Так, это не этот. Type sub-array. Так. On the same array buffer. Так, это array buffer екен. Array buffer емес ма? Array'ді да slice екен ғой. Ладно, сори, sub-array емес, slice. И array'ға, и array'ға, и string'ға да slice екен. Қателестім. Қайтадан мынаны жібереміз. Так, енді басында split мынандай результат қайтарды. Содан кейін slice мынандай результат қайтарды. В чем разница? Просто первый элемент нет. Почему? Потому что мен индекс 1-ден бастап 10-ға қарай барлығын ал деп жатырмын да. То есть 0-ші индекс, 1-ші индекс. Значит, надан бастап до конца барлығын қалдыр. То есть все, что до этого убери деген сөз ғой. Если мен мына жаққа жазсам 2, там 3 деп, ол сол индексқа дейін ғана алады да. Но нам нужно все. Енді не істейміз? Тағы да join деген бар. Const говорю. Sub-array.join. Енді мен осы arraylарды қосам бір-біріне. Бірақ арасына не қоям деймін? Арасына ноутты қоям. Почему? Потому что мен сол ноутты как раз таки и убрал.
точнее мынау. Давайте пяти. Const splitter равняется. Может, я усложняю, прям қиын, непонятно болды десеңдер. Я постараюсь в следующий раз так не делать. Но я хочу, чтобы вы правильно все делали. То есть мына жақта не сплиттер деген қойдық. Сплиттер деген это то, что будет разделять наш стринг на массив, да? Ну, скажем, үтір сияқты, как будто. Үтір сияқты, я. Как будто сен на стрингті алдың, да? Если написать бот, то это было сообщение, как будто мен слэш бот деген жерге үтір қойып қойдым, чтобы массив создался. Как будто бы. Сплиттерді алдым да, мына жақта қайтадан дәл соны жазып отырмау үшін просто мына жаққа сплиттер десек. Сплиттер. Нам бәрін қазір выпущать етеміз, чтобы консоль жасау үшін қойдым. Енді мен join жасаймын да сплиттер арқылы. console.log const joined. Енді көрейік. Бай. Если написать node, то этот бот сохранит это сообщение. Міне, біз результатымызға жеттік. Неге бұл жұмыс жасайды? Join деген метод позволяет array'дағы элементтарды біріне қосуға, то есть барлығын бір стрингке айналдыруға с помощью арасына сплиттер қойға. То есть мына жақта үтір тұр ғой міне. Array'дің элементтерінің арасына просто осы сплиттерді қояды. А сплиттер не? Ол біздің слэш коммент и пробел, да? То есть чем мы разделили, тем мы и соединили, да? Чтобы дәл сол сөз болғанына уверен болу үшін. Почему мен оны, ну понятно, да, теперь join қалай жұмыс жасайды екен. Почему мен мынаны алдымда бір бөлек variableға шығарып қойдым? Потому что егер мен бір бөлек variableға шығармасам, мына жаққа мысалға slash command деп жазсам, мына жаққа slash command деп жазсам, болашақта мен slash command пробел емес, чисто без пробела slash command болу керек деп ауыстыратын болсам, мен мына жақтан да пробел алу керек, мына жақтан да пробел алу керек боламын, да? А это могу я забыть, я же человек. То есть я тогда позволяю себе не ошибиться, да? То есть бір жерден ғана алып тастаймын и все. Don't repeat yourself деген нәрсе бар, dry. Мен ол туралы айттым, да? То есть самого себя не надо повторять. То есть один и тот же код два раза нельзя писать. Это чревато ошибкам дейді ғой. Вот. Енді нам бәрі консоль болып кетті, да? Бұлардың бәрі керек емес бізге. Так, нам бәрін қалай енді соединять етем дейді. Мен бүйтем. Уж вы простите, Димба. Но осылай істей аламын. То же самое. Но сол кезде сплитет болмайды, мынаны просто аламызда return дейміз, да? Вот. Так, енді көрейік, результат правильно будет мына жақта. То есть мана біз әлі по старому методу сохранить еттік та, енді новый методмен сохранить етіле ма? Көрейік. Copy text. Вот, если написать node, то этот будет сохранять сообщение. То есть мы этот баг решили, да, ошибкамызда. Прикольное упражнение было, по идее. Сендер түсінсеңдер жақсы болады. Так, давайте этот прогресс сохраним. Git add минус a, git commit минус m, fix command split pack. Git push. Так, ну, в принципе, пока что осылай. Біз, получается, бүгінгі сабақта алдық та, мына тек қана команда node арқылы сохранить етін қалдық. То есть обычно сообщение жазсақ, ол уже не сохраняет. Бірақ node деп нетсек, уже сохраняет.
Ну, қазір ботты түсіндіріп қойдым, поэтому он не отвечает. А так өздерің көрдіңдер. Все, сұрақтарың болса обязательно жазыңдар. Постараюсь почаще выкладывать уроки. И жаңағы 2 ай дедім ғой, соның орнын толтырамын иншалла.